Жылыту маусымында газдан улану оқиғалары орын алатыны ақиқат. Келеңсіз жағдайлардың алдын алуға асыққан төтеншеліктер тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Биыл қыс басталмай жатып, Шымкентте газдан уланғандардың жалпы саны 11-ге жеткен. Мамандардың айтуынша, көп жағдайда көмірмен немесе газбен жағылатын пештерді дұрыс пайдаланбаудан туындауда. Қазіргі таңда үгіт-насихат жұмыстары, яғни рейдтік жұмыстар жүргізілуде. Бұл рейдтік жұмыстарының негізгі мақсаты осы жылық маусымы келуіне орай біздегі тұрғындардың көбісі осы баспаналардың барлығын көмірмен, газбен жылытады. Сол осы иісті газдың салдарынан қазіргі таңда қала аумағында 11 келеңсіз оқиға орын алды. Соның арасында 4 кісі өкінішке орай қайтыс болды, және қалған кісілері жарақат алды иісті газдан. Әл-Фараби ауданына қарасты Забадам елді мекенінде халықпен кездесуге полицияда, бұдан бөлек Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының қызметкерлері де келді. Үгіт-насихат барысында тұрғындарға ескертпе қағаздары таратылып, көшелерге плакаттар ілінді. Сонымен қатар сала мамандары дыбыс зорайтқыш арқылы көшелерді аралап, қауіпсіздік шараларын түсіндірді. Немесе баспанаңыздағы иістің газдың иісін байқаған сәтте 104 телефонынан хабар берулеріңізді сұранамыз. 104 телефоны әрдайым сіздерге көмек көрсетуге әзір. Сегодня мы проводим. Біз газды құрылғыларды қалай қолдану керектігін халыққа түсіндірудеміз. Өрт сондай-ақ газдан улану салдары болмас үшін алдын алу жұмыстарын жүргізудеміз. Қазір таңда өңірде газдан улану жағдайлары көптеп орын алып жатыр. Алдағы уақытта біз бұл жұмыстарды жалғастыратын боламыз. Елді мекен тұрғындары өткізіп жатқан шараның өте орынды екенін айтады. Бірақ жылыту құрылғыларын жекелеп жіті тексерсе деп отыр. Мадина Байқызы, Мұрат Адинаев, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.